Жазды күн, кешкі самал жел, ауылдың іші у-шу. Кешкісін мал өрістен қайтарда, ауыл осылай шуылдайды. Мөңіреген бұзау енесін іздесе, маңыраған қойлар қорасына асығады. Ауыл ішін шандатып, қора-қора қой, сиыр, ешкі өтеді. Шеткі үйде тұратын өгей бала тайына мініп, ауылдың барлық малын бағады. Есесіне біреу киім берсе, біреу азығын береді. Ал біреулер қалтасына бір-екі тиын тастайды. Үйінің алдында көкбет өгей шешесі күтіп тұрады. Сол малдың арасынан мөлдір де жалғыз сиырын күтіп алып, қорасына қамай бергенде, бақшаның басынан арыққа бір құлап тұрып, тәлтіректеп келе жатқан әкесін көрді. Мұндай көрініске көзі үйреніп кеткен ол, жайбырақат жүріп, тірлігін істей берді. Ал кішкентай інісі Айдын қорыққаннан үйге қарай құстай ұшты. Үйге кіре салып, анасын іздеді. Апа, әпкем мас, ана жақта келе жатыр. Болсаншы, тығылсаншы, деді жыларман халде. Келсе келе берсін балам, қашанғы тығыламын, өлтіре қоймас. Сен бар, көрші үйге барып ойнап кел, деді баласының маңдайынан иіскеп. Ондағы ойы, бала үйде болғалы тұрған жағдайды көрмей-ақ қойсын, тағы қорқып жүрер дегені ғой. Айдың кіп-кішкентай болса да сезіп тұр анасының өзінің ойлап тұрғанын. Жоқ апа, ойнамаймын, ол сені тағы да ұрады. Ұрмайды, қорықпа балам, бара ғой. Ұрса қашып сенің жаныңа барам. Жарай ма? Келесің бе анашым? Иә, жарайды деген Айдын теріс бұрылды да көрші үйге ойнауға кетті. Үйге сүріне қабына кірген Досан көздері аларып, ықылық атып, біраз тұрды да, көзіне ешкім түсе қоймаған соң іздей бастады. Ой, әкең, қайда кеткен бәрі? Өліп қалдыңдар ма? Қалима? Әкеңнің. Анам сиыр сауып жатыр, не болды? Ой, өңшең, су әкел. Мөлдір тостағанға толтырып су әкелді. Ағызып, тамызып, сораптап ішті де, Мөлдірге қарап, лақтырып жіберді. Тостаған барып, дәл маңдайына тиген кезде, селк ете қалған Мөлдір маңдайын ұстап, далаға атып шықты. Артынан шыққан әкесі түк болмағандай. Айдыным қайда менің? Сол адам болады, менің балам, маған тартқан. Сендерге түкіргенім бар. Өңшен, ит салдақы. Айдын, ай Айдын, Айдын. Тәлтіректеп жүрген Досан қора жаққа беттеді. Мөлдір анамды ұратын болды-ау деп ойлады да, дереу әкесін тоқтатуға тырысты. Әке, Айдын далада ойнап жүр, шақырайын ба? Деді. Себебі Айдынды көрсе Досан құшақтап, сүйіп баласын жақсы көріп, бәрін ұмытатынын жақсы біледі. Бірақ Мөлдірдің бұл алдау-сұқтауы бола қоймады. Өткені Досанның қорада сиыр сарау отырған Қалимаға көзі түскен еді. Қабаған иттей көзі қызарып, сонда беттеді. Әке, әні, Айдын келді, қараңызшы әке, деп соңынан Мөлдір еріп келеді. Болмаған соң алдына шығып тоқтатпақшы болды. Бұлай тұршы, ей салдақы, деп әкесі итеріп жіберді. Қанша мас болса да еркек қой. Мөлдір анадай жерге ұшып түсті. Ісіп кеткен маңдайы тағы да жерге барып соғылды. Бірақ жылауды әлде қашан ұмытқан оның көзінен бірде-бір жас шықпады. Орнынан қайта тұрып, әкесі жаққа жүгірді. Мөлдір қызым, үйге кір, деп анасы қорадан шықты. Қолындағы ширегін төгіп алатынын білді де, жиналған тақтайлардың үстіне қойды. Қазір Досанмен алысып жүргенде төгіліп кетуі әбден мүмкін. Ал бұл сүт төгілсе, бүгінге азық жоқ. Себебі Қалима сүт сатып бір күндік азық алады. Не нан, не Қытай лапшасы. Қалима өзі мектепте еден жуғышы болып жұмыс жасайды. Алатын жалақысы мардымсыз.
екі перзентінің киімі мен керек жарағынан артылмайды. Өзі ескі құсқыны киіп жүре береді. Базарға барып, қашан соңғы рет өзіне киім алғанын да ұмытып қалған. Бірақ оған еш қымсынған емес. Бұл өмірде тек қызы мен баласы үшін ғана өмір сүріп жатыр. Болмаса баяғыда өзіне қол жұмсар еді. Досанның келе жатқанын көрген соң қызын үйіне жұмсады. Қазір араша түсіп, Мөлдір келсе, оңбай таяқ жеп қалуы мүмкін. Бірақ Мөлдір анасын тыңдаған жоқ. Әкесінің соңынан еріп келеді. Таяққа еті үйреніп кеткен Қалима күйеуінің алдынан шығып, «Досан, үйге кірсенші, тамақ ішейік», деді өтірік күлімсіреп. «Өй, әкеңнің біреу бізге тамақ дайындап отыр ма екен?» «Балаларды қорқытпашы, Досан, жүре қойшы үйге. Айдын қорқып қалады». «Айдын, жаным менің, балам менің, кәне менің балам», деп тәлтіректеп үй жаққа бұрылды. Үйдің бұрышынан сығылап, қорқып тұрған Айдын әкесінің бұрылғанын көрді де көрші үйге жүгіре жөнелді. «Айдын, тоқта балам, әкең ұрмайды сені», деді Қалима. Кілт тоқтаған бала қорқып қарап тұр. Келуге жүрексінеді. Үйге кірген бұл отбасы есікті жауып, шамды жағып, әркім өз тірлігіне кірісті. Ақысы төленбеген жарықты да қайып кеткен. Баласын құшақтап еміреніп отырған Досан, «Қалима!» деп тағы бастады. «Әу, не дейсің, Досан, су әкеліп берейін бе?» «Шешеңді су әкел дедім бе саған, жарық неге жоқ?» «Қайып кетті ғой, төленбеген соң. Неге төлемейсің? А, кім қиды? Неге қияды? Әлгінді бермедің бе? Қиматын еді ғой». «Досан, қой, ят болады, балалар бар. Айдынтай әлі кішкентай ғой». «Жаным менің Айдын, еркек бұл. Еркексің ба? Айт, еркексің ба дейм?» «Иә, біздің Айдынтай еркек қой. Солай десенші балам», деп Қалима жалпақтап жүр. Сөздің арасына Айдынды қоса береді. Себебі Досан Айдынды көрсе, немесе аты естілсе, тыйыла қалады. «Еркекпін», деді баласы қорқақтап. Осылай түн болар болмас Досан қорылға басты. Уф деп демін алған анасы мен балалары бір ауық көңілдері көтеріліп қалды. «Апа, әкем қашан арақ ішпейді», деді Айдын. «Арақ ішпесе ұрмаушы ма еді әкең?» деді бұрылтиып Мөлдір. Тіпті әке деп атағысы да келмейді. Әбден көңілі қалып кеткен. «Білмеймін балам, бір күні бізге де Құдайдың көзі түсіп, әкелерің нысап беріп қалар. Оған нысап берем дегенше бізде өліп тынатын шығармыз», деді Мөлдір ашулы жүзбен. «Олай деме қызым, ол сенің әкең. Әкем болғанша болмағаны жақсы», дей бергенде Досан теріс бұрылып жатты. Қорқып кеткен үшеуі жым бола қалды. Бүгінге алған бір уыс күрішті қайнатып, айран қосып, ішіп алды да, үшеуі далаға сәкіге төсек салып жатуға кірісті. Досан ыстық үйде жата алмай, оянып кетпесін деп, есік терезені бәрін ашып қойды. Таңертең ерте тұрған Қалима сиырын сауды да жұмысына жиналды. Мектеп жұмысшыларына еңбек демалысы өте аз күн берілгендіктен бір мезгіл мектепке барып, жан-жағын тазалап келеді. «Қызым, әкең тұрса шай тамағын бер, мені сұраса жұмысқа кетті де. Әкеңе қарсы сөз сөйлеме, қызым. Бекерге таяқ жеп қаласың, үндемей құтыл. Жарайды апа, онсыз да күнде айтатын сөзіңіз ғой». Мөлдір апасы кеткен соң үй тірлігіне кірісті. Түске таяп қалғанда Досан ұйқысынан тұрды. Бет-аузы ісіп, басын қасып, біраз отырды да сыртқа шықты. «Су әкел, ей!» деп шекінді Мөлдірге. Әкесінің бұйрығын үнсіз құп алған бейшара қыз құманмен жуынатын су әкелді. «Мен саған ішетін су әкел дедім», деп Досан құманды лақтырып жіберді. Мөлдір тағы да үнсіз барып тостағанға толтырып салқын су алып келді. Сіміріп ішкен Досан
орнынан тұрып, әжетін шығарып келді де, беті қолын апылы-ғұпылы сатал-сатал жолы да дастархан басына жайғасты. Тамақ бар ма? Кеше айран көже жасап едік. Керегі жоқ. Нан мен жейтін бірдеңе әкел дүкеннен. Менде ақша жоқ қой. Қарызға ал, шешең төлейді. Айлығы бар емес пе? Мөлдір үнсіз сыртқа шығып кетті. Бірақ дүкенге барғысы жоқ. Бәрібір қарызға бермейді. Бекерге кекетіп мұқатып, адам қырлы көрмей, бишара деп келекетке жібереді. Мөлдір қақпа сыртында біраз отырып, қайта ішке кірді. Дүкен қарызға бермейді. Неге бермейді? Қазір өзім барып алам. Жүрегі зу ете қалды. Мөлдір әкесін қалай тоқтатарын білмей сасқалақтап қалды. Тағы бір рет барып сұрайын ба? Жоқ деген досан асыға басып дүкенге кетті. Мөлдір үйде қорқып шыдай алар емес. Сатушы менің бармағанымды айтса, мені өлтіреді енді. Айдынды бір жерге жіберу керек. Мені ұрғаның көрмес екен, қорқып қалады деп ойлаған Мөлдір Айдынды жетектеп есікке жете бергенде алдынан әкесі шықты. Салдақы, шешеңе еріп, сен де өзгеріпсің, иә? Менің тамағымнан шешенің ақшасын аядың ба? Көрсетейін онда саған, деді. Досан Мөлдірді жұлқып қайтты, ішкі бөлмеге кіргізді. Әпкеме тиіспеші, мен барып алып келейін. Бірақ оны ұрмашы, әке, деп Айдын орталарында шырылдап жылап жүр. Мөлдірді жұлқылап үйге кіргізген бойда жұдырығымен беріп кеп жіберді. Оң жағына тиген жұдырық Мөлдірді ұшырып құлатты. Орнынан тұрып үлгермеген, өзінің туған қызын аяусыз ұрған әке тоқтай алмады. Қолына жабысқан Айдынды итеріп кеп жіберді. Айдын әкесінің өзіне қол жұмсағаны көрмеген еді. Қорыққаннан далаға тұра қашты. Ашулы күйде Досан сыртқы есікті тарс жапты да, қансырап жатқан қызына да қарамай көшеге шығып кетті. Мөлдір талықсып әлі жатыр, ал Айдын сол күйі көрінбеді. Түсте жұмыстан қайтқан Қалима қақпадан кіре бере бірдеңені сезді. Есік аңқиып ашық тұр. Есік алдындағы су толтырылған бак құлап, су төгіліп жатыр. Жүгіріп кірген Қалима қызының еденде жатқанын көрді де, дереу басын көтерді. Ит, адам емес ит, өз перзентіне жүрегі жыламаған хайуан. Өліп неге тынбадың? Өлсең құтыламыз ба сенен? Деп жылап жүріп қызын төсегіне жатқызды. Бет аузын жылы суға малынған шүберекпен сүртіп тазалады. Баласын көрші үйде болар деп ойлады. Себебі сәл ұрыстың шеті шыға бастағаннан көрші үйге тығылатын. Барып алып келейін десе, қызын жалғыз қалдырғысы келмеді. Не істерін білмей біраз тұрды. Мөлдірдің жағдайын жасап жүргенде түс ауып кетіпті. Айдын болса әлі жоқ. Мөлдірді ақырын оятқан анасы есікті іліп ал, ешкімге ашпа деп дайындалды да өзі көрші үйге кетті. Бірақ онда да Айдын жоқ болып шықты. Бүгіндікке бармапты. Жан ұшыра жүгіріп келген ол есікті ұрғылап жатыр. Мөлдір, мен ғой, аш есікті. Тәлтеректеп барған Мөлдір есікті ашты. Қызым, Айдын қайда? Қашан шығып кетті? Қайда жібердің? Білмеймін, апа. Мені ұрып жатқанда итеріп жіберіп еді. Содан сыртқа шығып кеткен. Қорқып көрші үйге барған шығар. Содан есімді жаңа сіз оятқанда жидым ғой. Барлық үйден сұрап шықтым, еш жерде жоқ. Балам-ай, қайда кеттің деп қайта сыртқа шықты. Іздемеген жері қалмады. Кеш батып барады. Енді не істейміз деп екеуі есік алдында тұрғанда көшеден Айдынның даусы естілді. Күнде ауылдың түгел малын айдап келетін өгей баланың жанында атқа мінгесіп алыпты. Аттың басын олар
осы үйге бұрып тоқтады. Айдынды көтеріп түсірген бала: «Апа, балаңыз тоғай жақта жүр ғой. Бағана қайтып жатып көріп қалдым. Кеш бара жатқан соң мінгестіріп алып қайттым. Рахмет айналайын. Өркенің өссің, рахмет» деп Қалима қуанғаннан жылап жіберді. Айдынды көтеріп Қалима үйге кірді. Мөлдір де бетінен сүйіп қайта-қайта құшақтап жатыр. «Неге тоғай жаққа кетіп қаласың, балам? Түнде жалғыз қалып кетсең не болар еді?» «Апа, ол мені ұрды». «Жарайды балам, байқамай қалған ғой». «Жоқ, ол әпкемді де ұрды, кейін мені итерді», деді кішкентай Айдын қорқақтап. Мөлдір жылап жіберді. «Апа, кетейікші бұл үйден. Қалаға кетейікші. Ол жақта да жұмыс көп қой. Мен сабақтан шыққан соң жұмыс жасаймын. Нағаш әпкемнен ақылы пәтер сұрап көреміз. Мұнда бәріміз бірге жақсы өмір сүреміз ғой, апа. Қалаға барып қалай күн көреміз, қызым. Пәтер мен азық-түлікке менен ақшам жетпейді ғой. Апа, мейлі, жақсы пәтер болмаса да тұра береміз. Мен анау-мынау әперем де айтпаймын. Тек кетейікші бұл үйден, апа, кетейікші». Осы кезде тәлтіректеп үйге келген Досан бәрін естіп үлгерген еді. «Ой, әкең, қалада біреу сені күтіп отыр ма? Ойнасың ба? Қазір мен саған көрсетейін, қалаға кетем дейді ғой», деп Қалиманың шашынан жабысты. «Ешқайда кетейін деп жатқан жоқпыз, Досан, жіберші. Айдын қорқады ғой. Ұрыс шығармашы, Досан». «Айдыным менің», деген әкесі Қалиманы жайына жіберді де баласын іздей бастады. Айдын үйдің бұрышына тығылып қарап тұр. Әкесіне баруға қорқып тұр. Қанша шақырса да басын шайқап бармады. «Міне, сен үйреткенсің, әкең жаман деп үйретіп қойдың ба? Сосын келмей тұр да. Иә, әлде менің балам емес пе? Тоқта, қазір мен оның өзінен. Кімнің баласысың, шешең?» Айдын қорыққаннан анасын етегіне тығылды. Қалима Досанға енді бетін бұрып сөйлейтін деп жатқанда деу жұдырық құлақ шекеге тарс ете қалды. «Менің балам емес мынау, салдақы, ана қан. Менің де қызым емес. Кімнен тудың, а? Айт қане», деген Досан Қалиманың шашынан ұстап жерге сұрап құлатты. Тағы да күнделікті айқай-шу, ұру-соғу, анасына болсам деген Мөлдір де оны да бір теуіп құлатты. Айдын тағы да сыртқа қашып кетті. Мөлдір орнынан ұшып тұрды да тағы да әкесінің қолына жармасты. Досан Қалиманы жіберді де Мөлдірге қарап жұдырығын ала жүгірді. «Досан, қойсаншы, өз қызыңды өлтіретін болдың ғой», деп Қалима күйеуіне жармасты. Қызын өзі босатып алып еді. Есіктен шығып екеуі қаша жөнелді. Көшеге қашайын десе жұрттан ұят. Бақша жаққа қашты. Бірақ Досан арттарынан қумады. Талға сүйеніп, тығылып біршама уақыт отырған аналы қыз енді ғана естерін жинап Айдынды іздей бастады. Көршінің үйінде болар. Кешегідей тоғай жаққа кетсеші. Қазір мен көрші үйде көріп келейін. Көрші үйлердің бәрін көріп шыққан Мөлдір інісін көрдім білдім деген адам естімеді. «Апам ешкімнің үйінде жоқ», деді даусы дірілдеп. Орнынан тұрған Қалима қызын ертіп тоғай жаққа бет алды. Арық жағалап келеді. Күн батып аяқ тастам жерде көрінер-көрінбес болып барады. Кенет Мөлдірдің көзі арыққа түсіп кетті. Ағарған бір нәрсе қалқып жатыр. Адамның киіміне ұқсайды. «Апа, мынау Айдынның футболкасы емес пе? Не дейді? Құдай, қайда?» «Әне қараңызшы». Қалима сілейіп тұрып қалды. Қолындағы иттерден қорғанам деп ұстап алған таяғымен әлгі ағарған нәрсені түртіп көрді. Ауыр сияқты. «Апа, мынау Айдын ғой». Не дейді?
Құдай, енді осы да бармай еді басыма. Баламның басын жалмаған су неме, неге сен өліп қалмадыңа, неге өлмедің деп зар илап, Қалима арыққа өзі түсті. Сүйретіп жағаға алып шықты. Өлді деп ойлаған баласы шашала бастады. Қолдары дірілдеп, Қалима түк түсінбей тұр. Мөлдір, тіреме, қарашы, даусы шығады, шашалып. Мөлдір өкпесін басып көріп еді, аузынан атқылап су шықты. Қатты тұншыққаны болмаса, Құдайдың құдіретімен айдын тірі екен. Есін жиғанша біраз құшақтап отырды. Көзін ашқан соң барып, аймалап бетінен сүйіп құшақтап Қалима еңіреп жылады. Осы айлығымды алсам, сиырды сатамыз да кетеміз бұл үйден. Болмаса бәрімізді жалмап тынады мына хайуан. Тұрыңдар, үйге барайық. Апа, бармай қояйықшы. Дала жылы ғой, сыртта ұйықтай береміз, деді Мөлдір жалынсырап. Уайымдама қызым, ол ұйықтап та қалған бұлар. Қарындарында аш қой, үйге барып бірдеңе жейік. Айдынды көтерген анасы соңынан еріп үйге қайтты. Үйге келген бойда жуынып, дастарханға жайғасты. Қалима балдарына қияз қуырып берді де, өзі сүйсіне қарап отырды. Анадай жерде, керуеттің аяқ жағы жерде досан аунап ұйықтап жатыр. Қалима бір қарады да, мынадай жеркенішті мақұлықпен қалай бірге тұрып келгенмін деп ойлады. Өткенді есіне алды. Тіпті танмаса да осы үйдің табалдырығын аттап еді. Үйде 2 қыз болатын, еркек кіндік жоқ еді үйінде. Әкелері ертеректе қайтқан, қартанасы мен сіңілісі үшеуі тұратын. Зорлап алып қашып кеткен әкеліп, енді осы үйге. Ата-енесі момын жандар болатын. Мөлдір туылған соң екеуі де жылма-жыл қайтыс болды. Содан бері көріп келе жатқан қорлығы осы. Тіпті қызының да соққыға еті өліп кеткен. Кішкентайынан әкесінен таяқ жеп келеді. Не үшін ұрады, неге, ешкім түсіндіріп бере алмайды. Үшеуі сәкіге барып жайғасты. Төсектерін салды да жатып қалды. Таңертең ерте тұрған олар сиыр сауып, бірі шай дайындап, өз тірліктеріне кірісті. Осылай күндер өте берді. Әне кетеміз, міне кетеміз деп жүріп, оқу жылы да басталып қалды. Оқуды аяқтап, жас шыққанда кетейік деп тағы қалды. Уақыт шіркін зымырап, бір күн ұрыс болса, бір күні қашып тығылып, жүріп те Мөлдірдің де мектеп аяқтайтын уақыты келіпті. Миыл мектепті бітіреді. Осы жылы қалайда анасы мен інісін алып кетпекші. Баяғыдай емес, анасының да денсаулығы сыр беріп жүр. Жұмысқа әрең барып келеді. Досаның күйі сол баяғы өзгеріссіз. Қазір тіпті көшеде жатып шетін болған. Ешкім оны адам демейді. Кішкентай балалардың өзі аттап өтіп кете береді. Алғашында намыстанатын Мөлдір көшеден алдап сүйреп келетін. Қаршадай қыз, қашанғы сүйресін? Қазір тіпті мән де бермейді. Бетінің сол жағына көзден төмен үлкен шырам түскен. Сол да әкесінің кесірі. Анасының мойнына пышақ кезегенде ажыратып аламын деп Мөлдірдің бетін осып кеткен. Мүмкін дереу ауруханаға барғанда тігіп беріп, іс қалмайтын ба еді, кім білсін. Бірақ Мөлдір ешқайда бармады. Содан кейін Мөлдір әкесін адам екен демейді. Тіпті өлсе де жыламайтын шығармын деп ойлайды ішінен. Тек анасы оны тоқтатып отырады. Қой қызым, күнәсін өзі арқалайды. Не болса да әкең, қарағым, өлім тілеме, Құдай өзі бір жағына шығарады деп айтып отырады үнемі. Күндер өтіп жатты. Мөлдір мектепті аяқтайтын уақытқа да жетіп келді. Мына ауылдың соры болған әкесінен алысқа, тым алысқа кетсем екен деп асығып күтіп жүр.
мөлдірді сырттай күнде көріп жүрген бір жігіт бар. Бұл қызды шынымен ұнатады ма, әлде жан ұшып уайымдағаннан ба күнде көргісі келеді де тұрады. Бірақ ол сыр болып жүрек түбінде жатыр. Мөлдір жайлы ешкімге айтқысы келмейді. Шындап келгенде айтатын адамы да жоқ. Үйдегі көкбет өгей шеше мен күнде түрпектеп мазақ етіп отыратын өгей бауырлары мұны жан сырын нағылсын. Сондықтан арман күн ұзаққа малдың соңында жүргенде мөлдірді есіне алады. Ішкі жаны сырын айдалада, жапан даладағы түзде дым түсінбейтін төрт түлікке айтады, құстармен сырласады. Кешкілік мал өрістен қайтар уақытта асыға күтеді, себебі оны бірінші болып мөлдір күтіп тұрады. Қаннен қаннепезер өз сиырым пададап айырып үйіне айдап кетеді. Сәлем Арман деп амандасқан жылы сөзін қайта-қайта тыңдағысы келеді. Сол үшін асығады. Бүгінде асығып келеді. Ауылға жақындады. Жүрегі дүрсілдеп, мөлдір бүгін тағы да басқа сөздер айтам екен деп үміттеніп келеді. Бірақ асығып жеткенде мөлдір көшенің басынан көріне қоймады. Тіпті есік алдына дейін сиырын айдап барды. Қақпа жабық тұр, мөлдір жоқ. Іштей уайымдап тұр. Әкесі ерте келіп шығармай қойды ма екен әлде? Атының басын бұрып бергенде қақпа ашылып, бірі көзі бұлаудай болып қанталап ісіп тұрған Қалима апайды көрді. Не айтарын білмей. Мөлдір күтіп алушы еді сиырды, көрінбеді ғой. Басқа үйге кіріп кетпесін деп, рахмет айналайын, мөлдір үйде еді деді Қалима. Сиырын айдап үйіне кірді де қақпаны жауып алды. Біраз тосылып тұрған Арман артқа қайтты. Жол жөнекей мөлдірді ойлап келеді. Не болды екен? Жағдайы дұрыс па екен? Тағы да таяқтың астында қалды ма екен? Ойланып кеткен Арман үйіне қалай жеткенін де байқамай қалды. Өгей шешенің шәңкілдеген даусын естіп есін жиды. Мөлдір бүгін тағы да анасын арашылап қаламын деп әкесінен оңбай таяқ жеді. Үстелде тұрған оқтау көзіне түскен әкесі адымдап барып мөлдірге бірнеше жерден ұрып үлгерді. Негізгі бұл үйде ондай қатты ауыр қауіпті заттарды тығып жүру әлдеқайда әдетке айналғалы қаншан. Кез келген уақытта әкесінің қолына түсе лақтырып немесе ұрып жіберуі мүмкін. Талай таяқтың куәсі болған мөлдір оны жақсы біледі. Сондай бір күні мөлдір мектепті аяқтап қалаға ана мен әкемді әкетем деп жүргенде аяқ астынан өте қиын жағдай орын алды. Сабақты жақсы аяқтаған ол оқуға түсуге де ынтасы болмай құжаттарын анасына алғызды. Анасы онымен қоса жұмыстан шығуға да арыз жазып келді. Үйге келген бойда соңғы алған айлығын алдан жинап жүрген аз-маз қаражатын қосты да үйіп-түйіп тығып қойды. Осы кезде тәлтіректеп үйге кірген Досан Қалиманың бірдеңе тышпыштап жатқанын көріп үлгерді. Не ол? Әкел бері, әккеңнің, әкел, не жасырып жатсың дейм саған, салдақы. Ештеңе, киімдерді реттеп отырмын Досан, алдама, әкел бері, деп жетіп келді. Қалима ары итеріп тықтады. Ештеңе жоқ, не тығам? Тығатын не бар үйде? Жарымды заттың бәрін құлқына сатып құртқан жоқсың ба? Деп бірнеше рет сөз қайтарды. Досан мұндай жауапты күтпесе керек. Тосылып бірер минут тұрып қалды да, «Өй, әкеңді сен не деп мұлжындап тұрсың?» деп қолындағы таусылуға жақын қалған шөлмегімен Қалиманың басынан салып қалды. Шөлмек шатынап бөлменің ішіне шашылып кетті. Үнсіз басын ұстап жерге отыра кеткен Қалима қолдары қалтырап басынан аққан қанды сипады. Мөлдір жүгіріп келді де басындағы орамалын шешіп лақтырып жіберді. Шкафтан басқа орамал алып анасының басын тынды. «Тұр, әкел жанағыны, не тықтың дедім», деп Досан Қалиманы бір тепті.
Бүйрегі солқ ете қалған Салима күйініп кетті. Орнынан атып тұрды да Досанды бар күшімен итеріп жіберді. Өліп тынбадың ба? Мені өлтірмедің бе қайуан? Ой, әкенді көрсетейін мен саған өлгенді деп Досан орнынан тұрып Қалиманы жұлқып далаға сүйреп шықты. Апыл-ғұпыл жан-жағына қарады да мал қораның жанында тұрған айырға көзі түсті. Тәлтіреп тұрса да барып алып келді. Мөлдір қорыққаннан анасын тұрғызып қақпаға қарай сүйре жөнелді. Артынан жетіп үлгерген Досан Қалиманы желкесінен сәл төмен тура жүрек тұсына айырды, сұғып алды. Мөлдір бұрылып үлгерген жоқ. Қалима сылқ түсті. Мөлдірдің анасы кеткелі бүгін 1 жеті өтті. Анасыз өмір тоқтап қалғандай. Інісін құшақтап жылағаннан басқа ештеңе істемеді. Ал Досан әйелін соңғы сапарға аттанарда аузы арақтан босамады. 1 жеті өткен соң көршінің берген түсініктемесінен іс қозғалып, үйге милиция қызметкерлері келді. Мас күйінен қарамастан Досанның қолына темір кісен салынып, үйден алып кетті. Мөлдір бөлмесінен шыққанда жоқ. Әкесінің темір торға тоғылатынына не қуанбады, не жыламады. Ертеңнен ақ қалаға нағашы әпкесінің үйіне жолға дайындалды. Анасын тыққан ақшасын алды да ертеңіне інісін алып автобус бекетіне келді. Алланың құдіретін көрмейсіз бе? Автобустың соңғы орында Арман отыр. Мөлдір тап бір жақын адамы көргендей жылап жіберді. Арман да түсінбей орнынан тұрып Мөлдірге қарай жүгірді. Сәлем Мөлдір, қалың қалай? Ананың иманын берсін, арты қайырлы болсын. Естісем де бара алмадың. Менің жағдайымды өзің де білесің ғой. Рахмет, ренжімеймін ғой саған Арман. Жолың болсын. Қалаға нағашы әпкеммен шақырды. Енді мұнда не қалды дейсің? Анамның зиратынан басқа. Тек келіп, Құран бағыштап қана кете аламыз. Айдын екеуміз мүмкін келмейтінде шығармыз енді. Үйлерінше, білмеймін. Айтпақшы өзің қайда шықтың? Менің өмірімде жетісіп тұрған жоқ қой. Анамнан ерте айырылдым. Әкем қайта үйленді, бірақ мені өгейдің қолында қаратып ол да мені тастап кетті. Содан бері өзің көріп жүрсің ғой өмірімді. Құлша жұмсайды. Енді өзінің балаларын жетілгенде мені қажетсіз заттай сыртқа тепті. Ағайындар жиналып, үйлендіріп бөлек отау қыл деп еді. Шешем өгей анасын айтады. Артық шығын шығарғысы келмеді ме білмейм. Мені өтірік ұры қылып үйінен қуып шықты. Қалай сонда? Ұрламасаң қалай ұры дейді? Үйінде ақша жоғалып, мені мойныма салып жіберді. Кейін білдім, ақша ұрланбаған, өзі тығып қойыпты. Менен құтылудың жолы ғой. Не деген арсыздық. Солай, қалаға өз күнімді өзім көруге кетіп барам. Мен де енді келмейтін шығармын мұнда. Мөлдір үнсіз қалды. Әркім өз ойымен болып кетті. Тек автобус теңселіп орнынан қозғалғанда барып үшеуі де селк етіп бір-біріне қарады. Осылай үнсіз таната қалаға жетті. Інісі Айдын бәрібір балалық қылады. Түн қараңғы қоюланғанда тамаққа тойып алды да әпкесінің иығынан басып қойып ұйықтап кетті. Содан тырп етпестен қалаға жеткенше оянбады. Інісін тәтті ұйқысын бұзғысы келмеді ме? Мөлдірде қалғып бүлгігім болмаса қимылдамады. Тек Арман ғана көз ілмеді. Енді қалада ешбір танысы жоқ, ешкімі жоқ, қаражаты да тапшы. Қайда барады? Қаланың жөн жосығын, ойдым қырдым жолын да білмейді. Ойланып отырып, көзі Мөлдірге түсіп кетті. Басқа жұрт бетіндегі үлкен шырамға қарап,
Тіксініп қалса Арман сол тыртығымен ұнататын. Тыртықты көрсе жүрегі елжіреп, мөлдірге не жаны ашығанын, не ұнатқанын айыра алмай дал болады. Бірақ жүрегі дүрсілдеп алып ұшып кетеді. Қазір де тыртығына қарап отыр. Терезеден айдың сәулесі түсіп, мөлдірдің жүзі арық көрінеді. Шашы бетін жауып қалыпты. Ақырын келіп шашын артқа жіберді. Әбден қорқып үйренген мөлдір селк ете қалды. Арманды көріп, күлімсіреп, қайта ұйқыға кетті. Қалаға келген соң мөлдір нағашы әпкесінің күтіп тұрғаны көріп қуанып кетті. Ал Арман қипақтап не істерін білмей тұрып қалды. Әпкем жол сілтей алар ма екен? Жұмысты қайдан іздесем болады, және арзанды пәтер болмаса? Қазір сұрап көрейін. Мөлдірдің әпкесі Арманды да үйіне алып кетті. Бүгін сонда болып, ертең күйеуінің қол астына жұмысшы етіп жібермекші болды. Осылайша әпкесінің ұлы мен қызын қолына алған Қалиманың сіңлісі біршама уақыт өткен соң ауылға барып Айдынның құшақтарын алып келді. Қаладағы мектепке орналастырды. Ал үйін сатуға қоймақшы еді. Досанның атында болғандықтан оны рұқсаты болмай сатылмайтынын білді де үйді тастап қайтты. Мүмкін Айдын есейіп ауылда тұруды жөн көрсе, қажет болар деп қойды. Ескі үйі қажет болса жатса бұзып, жанасын соғар. Ал әзірше әпкенің алдындағы қарызымды өтейін деп, сіңілісі Айдынмен мөлдірге сондай қамқор болды. Жетісінде бір арман келіп тұрды. Үйдің оны мұнды шаруасын жасап береді. Айналдырған 3 жылдың ішінде мөлдір оқуға түсіп, Айдын гимназияда білім алып, Арман жағдайын түзеп үлгерді. Бәрі нағашы әпкесі мен жездесінің арқасында. Бүгін мөлдір Айдын екеуі ауылға шықты. Ауылдан кеткеніне 7 жыл болыпты. Осы 7 жыл ішінде анасының бетіне барып, сырласып қайтуды армандап, олар бүгін сәті түсіп келе жатыр. Мөлдір университетте мұғалім. Айдын сол оқудың орнының студенті. Арман өзінің жеке кәсібін ашқан. Нағашы әпкесінің де ұл қыздары мөлдірдің оқу орнында оқиды. Айдын екеуі бөлек пәтер жалдап тұрады. Арманмен жақсы араласып тұрады. Іштей қызды жақсы көреді. Сезімін білдіріп айта алмайды бірақ. Ал мөлдір кішкентайынан әкеден таяқ жеп өскендіктен еркек айдалысына жуымайды. Бойын үрей билеп кеткенше асығып тұрады. Ал Арманды бауыр еті көреді. Сондықтан Арман мөлдірге өз сезімін ашып айтуға қорқады. Бір жола көрмей кетемін бе деп уайымдайды. Жүйткіген көлік ескі үйдің қақпасын алдына келіп тоқтады. Үйден көз алмай Айдын тесіле қарап тұр. Мөлдір күнде көріп жүрген үй секілді мән бермеді. Көлік ақысын төледі де, кішкене ғана жол сөмкесін алып үйге беттеді. Қақпада дәу қара құлып тұр. Айналып өтіп, бақша жақпен кірді. Үй құлауға шақ тұр екен. Терезеден қарап еді, үйдің іші де сырты да құлазып кетіпті. Есікті жай ғана сыммен орай салған. Айдын сымды шешіп, есікті ашты. Есіктің ішкі тұтқасына оралған анасының ақ орамалын көрген мөлдірдің көзінен мөлдіреген тамшылар жұмсақ бетінен төмен қарай сырғи берді. Бұларды сырттай бақылап тұрған көрші кемпір жандарына келіп, «Мөлдір, сен бісің қарағым?» «Иә, мен» деп жалт қараған мөлдір кемпірді жазбай таныды. «Амансыз ба апа, қалыңыз қалай?» «Жарығым-ау, анаңнан алмай қалыпсың ғой. Келін болып келгенде анаң дәл сен сияқты еді», деп көз жасын орамалын ұшымен сүртті. Көрші кемпір екеуін үйіне алып кетті. Түске жақындап қалған уақыт. Қарындарым ашқан олар дастарханға отыра салып, ыстық тамақтан бас тарта алмады. Дастархан басында ұзақ әңгіме қылды. Досан түрмеге түскен бойда 2 жылдан кейін қайтыс болыпты. Ауыл ақсақалдары сүйегін алып келіп, ауыл шетіндегі зиратқа жерлепті. Әкесін дүниеден өткен естіген мөлдірде титтей де сезім байқалмады. Дәл бір бөтен адам секілді ештеңені
сезіне алмады. Жүрегі тас болып қатып қалған қыздың бойында досаннан қан ағып жатқаны сезілмейді де. Әңгіме болып түс өтіп қалғанын да байқамапты. Дастарханға бата жасалған соң Айдын мен Мөлдір анасының басына баруға жиналды. Ол жақта біраз болып, қараусыз қалған зиратын тазалап, шөптерін жұлып, кешке дейін сонда болды. Іштей көктас қою керек деп ойлады Мөлдір. Қайтарда шырақшыға жолығып, аз-маз қаражат тастап, қарайлап тұруын, тазалап тұруын өтінді. Енді келгенде көктас орнататынын да айтты. Сол күні ақ көлік шақыртып қалаға жүріп кетті. Айдын мен Мөлдірдің келгенін естіген Арманның өгей бауырлары дереу үйіне барып, анасына айтты. Қалада бұлардың Арманмен жақсы араласып тұратынын естулері де бар еді. Он аяқ қолы жансызданып төсек тартылып жатқан өгей шеше үнсіз тыңдады да жүзін теріс бұрды. Көзінен аққан өкініш жасын сүртуге де икемі келместен кемсеңдей берді. Кезінде құлша жұмсап, итте қуып шыққан өгей деп өзегінен тепкен жас баланың бүгінде дәурені жүріп тұрғаны сырттай естейтін. Бірақ амалы жоқ. Қай бетімен барады? Не деп барады? Жатып шер, оқымаған балаларын жұмысқа алшы деп барады ма? Әлде жастай баласын үйлендіріп, ол келіннің жекіп берген қара сусын басқа үйден тартып алар тамақ жоқ. Көмектесші деп барады ма? Мүмкін кешірім сұрап барар ма еді? Әттен орнынан да тұра алмайды. Тек үнсіз өкінеді. Арада тағы бірер жыл өткенде Мөлдір мен Айдын аналарының да әкелерінің де бастарына барып көктас қойды. Бүкіл ауылды жинап, мешіт жанына ашық аспан астында Құран бағыштап ас берді. Бұл жолы тек екеуі емес, Арман да күйеу баласы болып үлес қосты. Және тек Мөлдірдің ата-анасына емес, Арманның ата-анасында ата алып көктас қойылды. 2 күннен соң олар қалаға қайтуды жоспарлады. Бұл кезде бәрі қалада Арманның шаңырағында тұратын. Бүгін ертең Айдын үйленіп бөлек отау құрып, жаңа өмір бастамақшы. Алдағы болашақтан үлкен үміт күтіп, жолға шықпақшы болып барлығы көлікке жайғасты. Ауылдағы үшеу болып келген олардың жанында қалаға қайтарда мүгедек өгей анада бар еді. Әңгіменің соңы. Авторы Фариза. Амангелді қызы.